Достар, бүгін біз Майнкрафттан хардкор режимін қосып ойнайтын боламыз. Ал энші видеоны созбай, видеомызды бастайық, ал энші кеттік. Ал достар, видеоның басында сіздермен амандасып алып, осылайша мен өзіме бір қойды өлтіріп, ары қарай ағаш жинап бастадым. Солайша мен өзіме тас жинап алып, ары қарай блужин жинауды шешіп, осындай бір жерді қаза салдым. Негізі шахтаға кіріп жүргеннен осылай қазып тас жинай салған өте ыңғайлы әрі тиімді деп ойлаймын. Солайша верстак жасап, ары қарай өзіме осындай ағаштан топор жасадым. Солай өзіме азырақ блужин жинап, ары қарай каменный кирка жасап алып, тасты ары қарай дальше қаза бердім. Өйткені тас бізге алдағы уақытта да және дәл қазіргі уақытта да өте керек. Солайша мен өзіме топор және меч жасап алдым. Солай мен мечімді қолыма алып, мобтар іздедім. Өйткені бізге малдарды өлтіріп, ет жинауымыз керек. Мына бір жерде азырақ ағаш жинап алуды шештім. Осылай ағаш жинап жүрген кезде мен алыстан бір шошқаны көріп, соны өлтірдім. Негізі шошқаның етін жеуге болмайды, но бірақ біз оны алдағы уақытта көреміз. Одан кейін қой, тағы да тауық, одан кейін шошқа, тағы шошқа өлтірдім. Негізі бұл еттер маған өте аз, сол себепті тағы да басқа да мобтарды, яғни жануарларды өлтіріп ет жинадым. Мына жерде қайтадан өзіме азырақ ағаш жинап алдым. Солай мен мына жерде ағаш жинап атып, алыстан бір қойды көріп қалдым. Солайша сол қойды өлтіріп, ағашымды ары қарай жинай бердім. Айтпақшы, мен ағаш жинап жатып, өзіме бір төсек жасап, қараңғы болғаннан кейін ұйықтауды шештім. Осындай бір жерде ұйықтай салдым және қазған. Осылайша хардкор режиміндағы бірінші күніміз аяқталды. Азанда тұрып, сразу кроватын сындырып алдым. Өйткені маған кроват, мен бұл жерде тұрмаймын деп ойладым басында. Бірақ тұрам ба, тұрмайым ба, оны алдыңғы уақыттарда көресіздер. Сол себепті ары қарай жалғастырайық. Мен мына жерде қайтадан мобтарды өлтіріп, менде көмір болмағаннан кейін ағашқа жағып көмір жасай бастадым. Солайша қайтадан мобтарды өлтірдім. Солай қайтып келіп жөнде соңына дейін сынбай қалған ағашымды соңына дейін сындырдым. Солайша печке кіріп, өзімнің жиналған көмірлеріме өзімнің жинаған етімді пісіре бастадым. Ары қарай тағы да өзіме ет жинап, мына жерде мобтарды өлтіріп бастадым. Қой, тауық, сиыр сияқты мобтарды өлтіріп, өзімізге ет жинаймыз. Солайша мен пешіме қайтып келіп, жиналған еттерімді қайта салып, піскен еттерімді алып, қанымды тойдырып жеп алдым. Солайша мен өзімнің піскен еттерімді алып, орнына басқа піспеген еттерімді пісірдім. Сөйтіп мен өзіме осы жерге кішкене үй соғайын деп, өзіме осылай 64 доска алып, үйімді соғып бастадым. Енді мен зәулім үй соқтым деп айта алмаймын, бірінші бөлімге, екінші күнге лайықты, яғни коробка үй соға салдым.
өйткені менде ресурс аз, тек ағаш және тас. Ол екеуін қолданып бұдан әдемі үй салуға болатын еді, бірақ маған ең қолайлысы әрі ыңғайлысы осы төртбұрышты коробка ағаш үй болды. Осылайша мен өзіме осындай бір плита жасап алып, ары қарай өзіме осындай таяқ жасап, ары қарай күрек жасай салдым. Но оны алдағы уақытта көресіздер. И сосын мен жәндегі плитамен потологымды жаптым. Және де жәндегі лопатамен пол соғу үшін бір блок құм қазу керек екен. Бәріңіз білесіздер, сол себепті осылай құм қаздым. Құмды қазып болғаннан кейін жәндегі артылып қалған плитамен пол жасай бастадым. Солай мен өзіме есік жасап, үйіме есік қойып, пешімді сындырып, және фестагымды да сындырып, үйімнің ішіне қоюды жөн көрдім. Өйткені біз далаға шығып жүргенше осы үйдің ішінен жасай салған ыңғайлы. Және де мен өзіме кроватымды қойып, осылайша екінші күнді ұйықтадық. Осылай екінші күніміз бітті. Енді үшінші күнімізде мен осылай ағаш жинап бастадым. Осылайша мен өзіме піскен еттерімді алып, көмір таусылғаннан кейін осылай ағашқа салып, қайта көмір жасадым. Осы жерде мен торговый жасайтын жедел таптым. Осы жердегі маған керек-ау дейтін заттардың өзі бір изумруд екен, яғни тыква и арбуз. Менде изумруд жоқ, сол себепті мен оны өсіріп тастадым. Көріп тұрғандарыңыздай мен осылай жерді тегістедім. Білмеймін не үшін тегістегенімді, просто так жүріп тегістей салдым. Одан кейін мен жан-жағыма қарап просто жүрдім, өйткені мен үшін зат қалмаған тәрізді. Мен негізі шахтаға кіру керек еді деп ойланып, яғни кішігірім өзіме шахта қаздым. Осы жерде қайтадан жерді сәл тегістей салдым. Негізі ол алдағы уақытта керек. Ал достар, мен осылайша
3 күнүмдү осулай аяктайын деп шештим. Өйткөнү менде жалгыз өзүм ойнагандыктан оюн ич пыстырарлык болуп кетти.